Жеміс ағаштарын дұрыс бейнеде өсіру үшін оларды отырғызған сәттен ақ кішкентай кезінен олардың бұтақтарын қалыптастырып, керек бұтақтарын таңдап, қажет бұтақтарды қажет жерден өсіріп, солай тәрбие беру керек. Сол кезде біздің жеміс ағаштарымыздың өсуі дұрыс болады. Және де бізге ыңғайлы ағаш болып өседі. Сол үшін де мынау сияқты жас ағаштарды отырғызған кезде алғашқы ең бірінші, осы бірінші кесуден бастап осы видеода сіздерге көрсетемін. Мына жерде қарасақ, жас көшетті осылай алып келіп отырғызсаңыздар, әдетте осындай бірнеше бұтақтар өсіп тұрады. Мынау ортаңғы өсіп тұр. Ортаңғымен жарыса өсетін, мынандай бұл да өте жуан бұтақ, жанында қатарласа өсіп тұр. Кейбір кезде осы ортаңғымен жуандығы бірдей тағы бір бұтақ өсіп тұрады. Және де оның мына шығу бұрышы өте сүйір болады осылай. Осылайынан өсетін бұтақтар болады. Сондай кезде не істеуіміз керек? Ең бірінші біздің жұмыс мына діңгек болып қалатын, болашақта мына жетекші болып қалатын жалғыз бұтақты ең бірінші, ең мықты бұтақты таңдауымыз қажет. Оның жанындағы бәсекелестерін кесіп алып тастауымыз қажет. Сондықтан да егер де мына шығу бұрышы өте қатты сүйір болса, мына жерінен, осы жерінен кесіп алып тастаймыз. Және де өте қатты жуан болса, жуандығы мынаумен бірдей болса, тек қана бұл жерде кесіп алып тастау қажет. Ал енді мынау менде жуандау, мынау жіңішкелеу болып тұр. Мен бұны басқаша жасасам болады. Не үшін бұны кесіп алып тастаймыз? Біріншіден, мына жерден бізге қажет бұтақтар әлі де таратуымыз қажет. Мына төменде қаңқы бұтақтар бізде жоқ, жеткіліксіз. Мыналар әлі бұтақ бола алмайды. Мыналар өте әлсіз. Ал енді мынау жуан. Енді мынау мен мынаның жуандығын қарасақ, мынау бізде қанша есе, мынадан жіңішке, 10 есеге дейін жіңішке. Сондықтан да болашақта екеуін де қалдырып қоятын болсақ, мынауымыз күш алып кетеді де, а мынау қалған мына жіңішке бұтақтар, олар өспей қалады, олар күш алмай қалады. Сондықтан да мынандай бұтақты толығымен алып тастаймыз, немесе жанына қарай кеткен мынандай бүршікке осылай кесіп қойсақ болады. Оны қайта өсіру үшін, немесе мынандай кішкене биік осындай бүршікке кессек те болады. Міне. Сол кезде мынау бұтақ бізде артқа кетеді, бір жылға артқа қайтады. Жаңадан өсіп шыққан бұтақ, оның жуандығы мыналармен бірдей болады. Енді мынаның түбірі жуан болғандықтан мынау қаттырек өсуі мүмкін. Оған да жаз күнінде мән беруіміз керек. Егер де қатты өсіп бара жатса, ұш жағын былай майыстырып төменге қаратып қойсақ, оның өсуі бәсеңдейді. Солай реттеп отырамыз. Ал енді қалған бұтақтарды не істейміз? Мына жерде екінші бұтағы бар. Мынау. Оны біз қалдырсақ болады. Бірақ та осылай мына жерге жіп тартып, төменге қарай тартып, осылай көлденеңінен байлап қою керек. Сол кезде дұрыс болады. Одан кейін бұл көшеттің жалпы биіктігін 90 см немесе 1 метр биіктіктен кесу қажет болады. Өйткені мына төменгі жақта бұтақтар әлі жоқ, жеткіліксіз. Мыналарды енді қаңқа бұтақ деп айтуға әлі келмейді. Сондықтан бұның биіктігін аламыз да, қай жерде бізде ыңғайлы бүршік бар, соған қарай кесеміз. Біз мына бүршікке кессек болады. Шамамен 1 метрдей биіктікте, жерден кейіннен 1 метр биіктікте кесіп алып тастадық. Егер бұны кеспесек, біз кескен бұтағымыз қайда мынау? Егер де осы күйі қалдырып қоя берсек, біздің келесі осы маусымда өсетін бұтақтар мына жоғарғы ұш жағынан тарайтын болады. Ол бізге қажет емес, бізге төмен жақтан мықты бұтақтар таратып алу қажет. Егер де жоғарғы жақтан мықты бұтақтар таратса, төмен жақтан ешқашан мықты бұтақ пайда болмайды. Бізге төмен жақта ең мықты бұтақ, ең жуан бұтақ төмен жақта болу керек. Ал жоғарғылар төменгіден әлсіз болу керек. Сол кезде өсуі дұрыс болады. Енді мыналарды ұштарын мына жерін кішкене ғана қырқып қоямыз. Ол не үшін? Бұларды өсіру үшін. Кесу тек қана өшіру емес, өсіру үшін де кесіледі. Осылай біз кескен кезде бұлар күш алып, осы жылы қаттырек өсетін болады. Осылай кескен кезде бұлар кішкене күш алады. Ал енді мына бұтақты бұлай майыстыратынымызды еске алатын болсақ, сол майыстырған кезде қай бүршік бізге ыңғайлы, қай бүршік төменге қарайды, соған қарап шамалап мына бүршікке кессек болады. Ең алғашқы алып келіп отырғызған кезде осы жұмыстарды міндетті түрде жасау керек. Көшетіміз 2 метр болсын, 3 метр болсын, оны артқа қайтарып осылай кесу қажет. Олсыз біздің көшетіміздің ары қарай өсуі дұрыс болмайды. Осы кесу арқылы біз неге қол жеткіземіз? Қазір басқа жеміс ағаштарына көрсетейін. Жас көшетті отырғызғаннан кейін, дәл жаңағыдай кескеннен кейін, келесі жылы бізде осындай нәтиже болады. Бір жыл ішінде осындай жан-жағынан тараған бұтақтар өседі, және де мына ортаңғы жетекші бұлай ұзынынан өсетін болады. Сол кезде не істейміз? Бұл жерден де таңдау жасаймыз.
бұл енді кесіліп қойған ағаш. Мен де сонда да көрсетейін. Мынаумен қатар мынандай жуан болып өсуші тағы бір мына жерде бұтақ болды. Оны кесіп алып тастаймыз. Одан төменге орналасқандарды былай қысқа алып қойсақ болады. Бұның да өсу күшін аздап бәсеңдетуіміз керек. Өйткені мына төменгілерді біз күш алдырып алуымыз қажет. Одан кейін төменгі бұтақтарға мән береміз. Біз мына биіктігін 91 метр биіктіктен кескеннен кейін 90 сантиметр, 80 сантиметрден кессе де болады. Сондай биіктіктен кескеннен кейін осындай жан-жағына тараған бұтақтар күш алып өсе бастайды. Екінші жылы осы бұтақтарды біз қалыптастырамыз. Осылардан егерде саны көп болса, 4-еуін қалдырамыз, 5-еуге дейін қалдырсақ болады. Ең кемінде 3-еу болған дұрыс, одан кейін 5-еуге дейін осылардың санын қалдырамыз. Мына жерде 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Мына жерде 5 бұтақ тұр. Енді жалпы 3-тен 5-ке дейін ыңғайына қарай қарап қалдыра берсе болады. Осылай қалдырамыз жанына қарай кеткен бұтақтарды. Олардың ұштарын осылай қысқартамыз тағы да. Өйткені әрқашан мынаны қысқартқан сайын мына жерден жанынан бұтақтар тарап өседі. Бұл бұтақтарды біз жан-жаққа қарай таратуымыз қажет. Екінші жылы осындай нәтиже аламыз. Біз енді ол жұмыстарды да жасағаннан кейін 3-ші жылдың көктемінде біз мынандай нәтиже аламыз. Біздің қалдырған 5 бұтағымыз жан-жаққа қарай тарап өсіп тұр. Биіктігі біраз күш алып алды. Міне қандай биіктікке жетті. Және де ортаңғы жетекшіміз одан да биік. Мынау тұрғандардан ортаңғы жетекші ең биікте орналасады. Биіктігі кем дегенде мыналардан 30-40 сантиметр биік тұрады. Мына жан-жағына кеткен мына қаңқа бұтақтар мына жетекшіден төмендеу тұрады. Осындай тәртіппен өсірілген кезде біздің жеміс ағаштарымыз біздің кескен тәртібімізге бойсынатын болады, және де бір-біріне кедергі жасамайтын болады. Жалпы айтқанда тәртіппен өсіп, бұлар жемісті жақсы беретін болады, және де күн сәулесін бір-біріне түсуіне кедергі жасамайды. Күн сәулесі жақсы түскен кезде бұл жерде мына гүлдік бүршіктер дұрыс қалыптасады, және де жеміс беруі жақсы болады. Осындай нәтиже аламыз. Одан кейін 4-ші жылға қарай осындай нәтижеге біз қол жеткізуге болады. Міне төменгі қаңқа бұтақтар қалыптасты. Одан кейін үсті жағынан енді келесі бұтақтарын біз қалдыра берсек болады. Біз өйткені мына төменгі жақтағы мықты ең жуан бұтақтарды бірінші кезекте қалыптастырып алдық. Егерде ол әрекеттерді біз жасамасақ, егерде біз мына ұзын болып тұрған шыбық кезінен кеспесек, мына бұтақтар бізде ешқашан қалыптаспайды. Мына бұтақтар біздің төменгі жақтан ешқашан өсіп шықпайды. Өйткені мынау апикальное доминирование ережесі бойынша мына жоғарғы жақта орналасқан бұтақтар жуандай береді. Мына төменгілер өсіп шықпайды да, төменде бұтақтар бар болса, олар жіңішкере береді. Олардың өсу күші әлсіреп, олар ешқандай қауқарсыз бұтақтарға айналып қалады. Сол нәрселердің алдын алу үшін, сол жағдайға жеткізбеу үшін біз дұрыс қалыптастырып, кішкентай кезінен отырғызған сәттен ақ 1-ші жылдан бастап дұрыс қалыптастырып, мына ең бірінші төменгі қаңқа бұтақтарды міндетті түрде қалыптастырып алу қажет. Одан кейін ғана барып, мына жоғарғы мынау сияқты тараған бұтақтар пайда болады. Егерде біз төменгі жақтан бұтақтарды қалыптастырмасақ, мына жоғарыдан бұтақ қалдырғаннан бізден пайда жоқ. Өйткені бірнеше жылдан кейін барып, мына жоғарыдан өскен, өте жуандап кеткен бұтақтарды кесіп жатқан видеоларды көп көреміз. Ол нәрселер дұрыс емес. Басынан дұрыс жасалмағаннан кейін ол әрекеттерді жасауда бізге оң нәтиже бермейді. Өйткені жуан бұтақты кескен сайын жеміс ағашының келесі жылға реакциясы қатты болады, гүлдеу азайып, өсу көбейеді, жеміс беру мөлшері азая береді. Сондықтан да басынан ең отырғызған 1-ші жылдан бастап осылай дұрыс қалыптастыру керек, бейнесін дұрыстап беруіміз қажет. Сол кезде осындай нәтиже аламыз. Бүгінге осындай мәлімет арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.